Бүгін сіздермен өзімнің наурыз көже жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Негізі наурыз көже 7 түрлі дәннен жасалады. Қазақ халқы ұзын сарыға сақтаған сүрленген етін асып, сандықтың түбіндегі дәндерден наурыз көже дайындаған екен. Мен наурыз көжеге міндетті түрде бұршақ қосамын. Осындай көжеге арналған арнайы қоспаларды да қосуға болады. Бұл қоспалар маңызды емес, бірақ өте дәмді болады. Негізі әркім әрқалай дайындайды. Мен арпа, күріш қостым, кейбіреулер кеспе қосып жасап жатады. Негізі үйіңізде не бар, соны қосып та жасауыңызға болады. Дәндерді жақсылап жуып, еттің сорпасына күріш сияқты бөлек пісіріп аламыз. Арпа мен бұршақ ұзақ уақыт пісетіндіктен бір қатты қайнаған соң ақырын отта 40-45 минут пісіріп аламыз. Наурыз көженің сорпасы сүрленген әрі жылқының етінен жасалу керек. Етін түсіріп, сорпаны сүзіп алғаннан кейін жаңаға піскен дәндерімізді сорпаға салып шығамыз. Көжемізге қатырылған немесе қайнаған құрт саламыз. Айран құйып, жақсылап араластырамыз. Піскен етімізді, қазы қартамызды турап саламыз. Жақсылап араластырып, ыдысымызға құйып, қонағымызға ұсынамыз. Бұл көжені ыстықтай да, суықтай да жесеңіз өте дәмді болады. Сіздермен болған Марияш, ұнаса лайк басып, пікір жазыңыз.